Саламатсыздармы оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритм құру. Оқу мақсаты программа өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру, алгоритм трассировкасын жүзеге асыру. Алдымен алгоритм ұғымына тоқталып өтсек. Алгоритм дегеніміз не? Берілген есепті шешуге арналған қатаң әрекеттер тізбегі алгоритм деп есептеледі. Алгоритмнің қандай қасиеттері бар? Дискреттілік, анықтылық, нәтижелік және жалпылық қасиеттері бар екен. Дискреттілік қасиеті алгоритм түрінде жазылған есеп шешімі жеке қарапайым командаларға бөлініп, орындалу ретіне қарай орналасқанын көрсетеді. Анықтылық қасиеті алгоритмнің әр командасы орындаушы үшін түсінікті болуы керек. Нәтижелілік қасиеті алгоритмнің міндетті түрде белгілі бір қадамдардан кейін аяқталып нәтижеге жетуі. Жалпылық қасиеті есепті шешуге арналған алгоритмнің осы типтес есептердің барлық мүмкін мәндері үшін орындалады. Алгоритмді сипатталуы сөз және формула жолымен сипатталады, графикалық сызбалар, блок сызбалар арқылы сипатталады және жалған код арқылы сипатталады. Жалған код дегеніміз алгоритм қадамының нақты программалау тілі, операторларын қолданбай қарапайым тілмен сипатталуы дегені. Есеп шығару барысында үнемі кездесіп қайталанып отыратын алгоритмдер бар. Мысалы, ең үлкен, ең кішісін анықтау, арифметикалық орташасын табу, санның цифрларын бөліп алу және тағы басқа есептер беріледі. Мұндай қарапайым алгоритмдер программалаушылар тарапынан зерттелген. Бұл алгоритмдердің оптималды жұмыс жасайтындарының түсініктемелері мен программалық кодтарын интернетте көптеп кездестіруге болады. Біз мысал ретінде сендермен қарапайым есеп қарастырайық. Зауытта жұмыс жасайтын N жұмысшының айлық жалақыларының мөлшері берілген. Осы жұмысшылардың арасынан ең аз және ең көп жалақы мөлшерін анықтаңдар. Ең көп, ең аз жалақы алатын жұмысшылардың айлықтарындағы айырмашылығын табыңдар. Зауыт жұмысшыларының орташа жалақысын есептеңдер. Алдымен бұл есепке біз алгоритм құрастырамыз. Бізге қажетті болатын алгоритм n санының үлкенін табу, n санының ең кішісін табу және орташа жалақы мөлшерін анықтау. Енді бізге үлкенін табу, кішісін табу және орташа арифметикалық орташасын табу программасы берілген. Ең үлкенін табу алгоритмында сипаттау бөлімінде L, N, X максимум айнымалылары берілген. Нақ бүтін сан болған үшін integer деп берілген. Оператор бөлімдерін begin операторы мен end операторының ортасында программаның денесі орналасады. Енді кіртеміз. N жұмысшы, X айлық мөлшері, I цикл және максимум. Енді кірттік, максимумды 0 деп алдық. For I цикл берілді, бірден n-ға дейін, x-ті кіртеміз. Егер максимум x болса, онда айлық x және ең көп мөлшер x болады. Үлкен айлық x. Максимумды шығарамыз. Ең кіші жалақын есептеу программасында дәл сондай болады. Бұл жерде максимум орнына минимумды аламыз. Енді үшінші программада арифметикалық орташасын табу программасында сипаттау бөлімінде I мен цикл мен N жұмысшы беріледі. Бүтін сан, S реал нақты сан және максимум минимумды есептегеннен кейін енді орташасын есептеу керек. Енді кіртеміз, циклды жазамыз, x-ті кіртеміз, S пен x-ті қосып шығарамыз. Енді
3 программаның орнына біз бір программа жазсақ та болады. 3 программаны 3 бөлек жазып отырғаннан көре, бір программа жазып шығарсақ та болады. Мына толық нұсқасы. Бұл жерде максимумды анықтайды, минимумды анықтайды және орташа айлық мөлшерін де шығарады. Бүгінгі сабағымыз осы. Енді сендерге берілетін тапсырмалар. Бірінші тапсырма сәйкестендіру тесті. Екінші тапсырма берілген мәліметтерден дұрыс немесе бұрыс жауабын табу. Сонымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.